Біреу қателессе, жұрттың бәрі ақыл айтады. Қайырлы күн, құрметті оқырман. Бүгін сіздермен еврей даналығының өмір туралы нақыл сөздермен бөлісетін боламыз. Өмір күрес. Еврей сұрақ қоярдан бұрын өзі жауап береді. Осы екеуін ұмытпа, сенің үстіңнен күлгендерге ренжімей-ақ қой, және өзгенің көз жасына ешқашан күлме. Ақымақтың шыға алмай жүрген жеріне ақылды басын тықпайды. Баспен жұмыс істемегеннің қалтасы жұқа болады. Бәрі уақытқа қарайды, ал уақыт ешкімді күтіп отырмайды. Байлығыңды тірі күніңде бөліс, сонда сенің өліміңді ешкім күтпейді. Әлем адамдардың көптігінен емес, азғындардың көптігінен құриды. Біз Алланы күнәларымызбен, ал адамдарды жеткен жетістіктерімізбен ренжітеміз. Ешқашан мына үш нәрсеге күлмеңіз: анаңызға, әйеліңізге, туған отаныңызға. Егер махаббат бітсе, демек ол басталып та үлгермеген. Неғұрлым үлкен үміт арттым, соғұрлым көңілім қалды. Сізді ұнатпайтын жерге анда-санда барыңыз, ал жек көретін жерге мүлде аяқ баспаңыз. Ұл бала үйленіп, некеге қол қойған күні-ақ ата-анасымен айырылысып кетеді. Егер өз мүмкіндіктеріңді өзің қолданбасаң, оны өзгелер қолданады. Адамдарға қандай көзқараспен қарасаң, олар сенің көзқарасындағы адамдар болып көрінеді. Кейде ең үлкен даналық не болса соны сөйлемеу болып табылады. Адамды жақыннан танығыңыз келсе, онымен бір үйде өмір сүріп көріңіз. Досыңнан құтылғың келсе, оған қарызға ақша бер. Жанжал үстіндегі ері мен әйелінің арасына түсіп нең бар? Бәрібір саған ешкім алғыс айтпайды. Ақыр соңында бәріне сен кінәлі болып шығасың. Нағыз бейшаралық аузың айтқанды құлағың естімеу. Ақылдылар ақылын жария етпейді, ал ақымақ өзін ақылдымын деп жарияға жарыса алады. Жаман әйел бұршақ секілді. Бұршақ жауса үйге қашасың, қатының жаман болса үйден қашасың. Ақымақты жұмсасаң, өзің 2 рет барарсың. Көп ұйықтағанның күні қысқа. Әйелдер аузын ашпағанша сұлу әрі тартымды көрінеді. Ақымақпен әңгіме айтып отырған данышпанды көрсеңіз, біліңіз, демек сіздің көргеніңіз 2 ақымақ. Әділ адамның жолының болуы өте сирек. Өтірікші болғаннан гөрі білмеймін дегенің артық. Ақымақты жұмсасаң, өзің 2 рет барарсың. Шарап іштің, сырыңды білдірдің. Алыстан қарағанда адамдардың барлығы жақсы. Кейде адамдар өзін аяққа тұрғызғандарды ұмытып, олардың басына шыға бастайды. Қол беруін тоқтатса, ауыз алғыс айтуын доғарады. Данышпандар ақымақтарға алғыс айтсын. Олар болмағанда ешкім даналарды білмес деді. Баласы жоқтар балаларды жақсы тәрбиелейді. Адамдардың бәрі өзінің деңгейіне қарап өзгелерді сынайды. Махаббат қанша тәтті болғанымен, одан компот қайнатып іше алмайсың. Өмірде ең сенімді түрде өлімді ғана айта аласың. Себебі ол хақ. Неғұрлым терең қазсаң, соғұрлым кірбің табасың. Жастық шағыңда алған білім, қартайған шағыңда даналыққа жетелейді. Тоқ ит егесін тыңдамайды. Үй алатын болсаң, алдымен көршілерің жайлы сұрастыр. Жақсылық ұзақ есте қалады, ал жамандық одан да ұзақ. Ақылдыдан сұрама, білгеннен сұра. Ақылды өмір сүру үшін тамақ жесе, ақымақ тамақ жеу үшін өмір сүреді.